Жетімнің монологы. Базар іші дуылдап тұр. 12-13 жасар бала мисқарын саудагердің алдындағы қуырылған құс етіне тарамыс қолын соза беріп еді. Анау бірден байқап жеркенішпен итеріп жібереді. Мен құлап жатқан баланың көзінен мынаны оқыдым. Адамдар, қаталсыңдар. Қаталдықтан әлі татарсыңдар. Жалғыздықтан зарығып ашынғанда мен сендерді асылдар дебем жоқ. Тас екен жүректеріңде. Шыншылдық деген жоқ екен тілектеріңде. Өздерің оны көлгірсіп жасырған менен. Мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан жазымда табарысыңдар. Бір жылы көз қарастарыңа зарыққанымда, соның өзі бақыт қой қамыққан ұлға. Найзағайдай атқылап жанарларыңда, бір жола сөнім үміттім балаң жанымда. Жыртқыштар қамап алғандай тарықпадым ба? Әділеттен жұрдайсыңдар. Тақсірет тартпай бір тынбайсыңдар. Жала тартып сендерге жүгіндім барып, тас мүсінден түңілдім налып. Тағдырым менің титтейді елеңдетпеді. Бейжайлықтарыңды қорқытты керең беттегі. Мен емес сендер екенсіңдер бүгінгі ғарып. Адалдыққа тапшысыңдар. Әрине данышпансығанда жақсысыңдар. Өзгенің қасіреттеріне қарайсыңдар. Қалайша есінеп мүлде. Бәрібір екен сендердің көмеккерлеріңе. Біреулердің көзінен жас кетпеді. Бұл күнде ұғындық бәрін. О адамдар, сендердің зұлымдықтарыңа шыдатпай өртеді мені де. Не деген пасық едіңдер. Шуақсыз қурайды емес пе жатыл егіндер. Мейірім аңсап, жүрегім қансырап тұрған. Зұлымдықтарыңмен қамшылап тұрыңдар. Жанымда үміт сенімдер түгелсіз кеткенде нақтырып тастап кеттіңдер. Күресін жерге, сендерден байлық сұраман өліп кетсем де, алтындарыңды алмаспын төгіп кетсең де, мейірімге ғана мұқтажбын, білесіңдер ме? Мейірімге ғана мұқтажбын.